менің әкем де шешем де өте қарапайым семьядан шыққан адамын. Біздің үйіміз бір совхоздың жұмысы сияқты болатын ше. Таңертеңнен бастап бізде жұмыс басталады. Балалық шақтан ең бір қызық есте қалған не бар? Менің әке-шешемнің маған берген, жалғыз маған емес, мен отбасымызға бергені бұл еңбекқорлық екен. Көбінесе айтамын ғой, мен екі нәрседен адастым. Біреу мамандық таңдаудан, екіншісі жартаң. Осы жұрттар студент кезін бір күшті қылып бір еске алады ғой. Мен олай еске ала алмаймын, шын айтайын. Біздің студенттік кезіміз ауылдан ақша келмейді. Ол кезде почта отправить ете алмайды ақша. Қызық нәрсе жоқ дейсіз бар екен ғой. Жасым келді ғой, уже мен түртпектеп бастады. Мен негізі Қызылорданың адамы, оңтүстіктің адамы. Мен жасымдағылар уже балалар бар. Мен класстастарым көбісі үйленіп кеткен. Былай қарасаң уже отырған қыз деген атақ болып жатыр. Көрдіңіз ба? Айтады ғой балаларға өзің ісіңмен дәлелде деп. Мен қазір еңбекқорлығын көріп жүріп, балаларым, олар да осы бизнеспен де айналысқысы келуі мүмкін. Күшті сұрақ қойдыңыз. Әттеген-ай ма? Әттеген-ай.